1932-1933 ауыл жоқ, мал жоқ, азық жоқ, тек жел, тек топырақ. Адамдар үйленіп бір-біріне неге қорқа бастады? Міне, мұнда халық өмір сүрген, бірақ өнімдермен мал тәркіленген. Экономикалық қысым бәрін қиында. 1928 жылы басталған саяси шешімдер әсерін көремін. Халықтың дәстүрлі шаруашылығы бұзылды, малдар тәркіленді. Бұл далада бәрі өзгерді. Қазір қаңыраған ауылды түсіріп келемін. Адамдар көп, бірақ үнсіз. Жеуге дән таппай жүргендер бар. Бұл сол жылдардың шындығы, ауыр, бірақ ұмытпау керек. Бар болғаны соңғы 2-3 дән өзіме де жетпейді. Бірақ бұл біреуге үміт болуы мүмкін, қиындық көп болды. Бірақ адамгершілік жоғалмады. Сол үшін өмір жалғасын. Ауылда қалған бірен-саран адам ғана көру қиын. Бірақ өкінішке орай, бұл шындық кімдер кінәлі екенін білеміз. Бірақ біз өшпенділік емес, тарих. Бұл тарихтың ізі. Біз өткенді ұмытпаймыз, себебі білемін. Ауылда қалған бірен-саран адам ғана көру қиын. Бірақ өкінішке орай, бұл шындық кімдер кінәлі екенін білеміз.